Арма ардақты көрермен. Арада қанша уақыт өтіп, заманы көші ғасырларды артқа тастаса да, ешқашан ескірмейтін есті сөздер болады. Халық жүрегімен сүйетін, жылдар өтсе де, асыл бейнесі ел жадында жарқырай түсетін аяулы жандар болады. Олар мәңгі есімдер, өлмейтұғын, артына сөз қалдырған ұлы адамдар. Олардың қанатты сөздері біз үшін бақыт түзейтін темір қаза іспетті. Абай атамыздың аманаты еліміздің бойтұмары. Абай атамыз қазақ елінің рухани қазынасы. Қара сөздері ұрпақтың ұлы дастаны. Сөз әлемі секілді әр ақынға қалықтаған қара өлең қанатында. Өленді сөзбен айтқан Абай атам қазақта көрнекті дара тұлғам. Абай атамыз әркез жүрегімізде. Абай атамыздың өлеңдері жасай берсін. Мен қазақпын дейтін әрбір адамның жүрегінің түкпірінде Абайға деген бір жылы сезім жататыны мәлім. Оның терең мағыналы өлеңдері мен әндерін, қара сөздері мен дастандарын оқып, жаттап айтқан әрбір адам Абай десе елеңдете қалары сөзсіз. Абай адам баласының тіршілігіндегі тәлім мен тәрбиеге ерекше мән беріп, өмірінің ақырына дейін ағартушылық міндетін терең сезінген. Жас ұрпақтың ақыл-ой тәрбиесін жан-жақты жырлап, адамзаттың ең асыл қасиеті білім-ғылымға деген ұмтылуы деп бағалайды. Абай кемеңгер, бүкіл халықтың бетке ұстар данышпан. Сондай-ақ Абай көзі тірісінде өзінен кейінгілер өнерлі ұрпақты әдебиетке, поэзияға жетелеген өрелі ұстаз хакім. Қазақ халқының тұтас бір дәуірінің ақыл-ойы мен мәдениеттілігімен, өнерлі мен әдебиетінің асқашының бейнелейтін кемеңгері. Дана ақындарының даламызға себеп бәйтеректей саясымен көпке қорған болған. Абай Құнанбайұлы 10 тамыз 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Семей уезі Абай ауданында, бұрынғы Шыңғыстау облысы Шығыс тауының бауырында дүниеге келген. Ұстаз, ақын, ағартушы, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы болған. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген руынан тарайды. Ол ауылды моласынан оқып жүрген кішкентай кезінен ақ зеректігі мен көзге түседі. Кейін ол Семей қаласында 3 жылдық медресе тәрбиесін алады. Абайды абай еткен. Асыл сөзімен өлең етіп, ұйытып, жүрегіне жыр болып, байланған қасиетті өлең арқылы өріліп жатыр. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы. Сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысы. Қазақтың келістірет қай баласы. Абай атамыздың поэзиясының арқауы ғылым, білім, еңбек болған. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен сон түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төске өрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегімді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Абай отандық тарихымыз бен әдебиетімізде
аса көрнекті орын алады. Абай өлеңдері ермек үшін емес, ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық мәселелерін арқау еткен. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жасты мүлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талаптығар, көңілімнің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел, қисық қырын келмей, сыртын танып, іс бітпес сырын көрме. Шу дегенде құлағын тосаң сыйды, өскен соң мұңдай сөзді бұрын көрме. Таң қаламын алдыңғы айтқанды ұқпай, және айта бер деді жұрт тыным бермей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сары ала қыз. Кәрілікті жамандап, өлім тілеп, болсын деген жерім жоқ жігіт арсыз. Әсіре қызы емес деп жерінбеңіз, түбі терең, сөз артық бір байқалсыз. Батырдан барымташы туардан ғой, қызшыл да, қызықшыл да әуре жан ғой. Арсыз, малсыз, ақырсыз, шаруасыз, елірмейлі мас күне байқалған ғой. 5-6 мыңсыз бәңгі күлсемәз боп, қинамай, қызыл тілді, кел тілді ал қой. Өлеңі бар өнерлі інімсізге, жалын амын, мұңдай сөз айтпа бізге. Өзге түгіл өзіне пайдасы жоқ, есіл өнер қор болып кетер тізге. Сән қой, дән қой, ойнашы, керім кербес. Қанша қызық болады өзіңізге. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Ұлы ақын өз шығармаларында халықты ғылыммен белсене айналысуға үндеді. Әркімне міндетті түрде есеп беріп отыруға, келер ұрпақты парасаттылыққа шақырды. Кезекті Абай атамыздың тағы бір өлеңдеріне және кішкентай достарымыздың арнауларына берейік. Мен сәлем жазамын, қарағым қалқама, қайғымнан азамын, барушы айтама. Күн бойы күтемін, келер деп хабарын, қайғырмай нетемін, бізде жоқ назарын. Көңілге жұбаныш, сен едің базарым, сенсіз жоқ қуаныш, тозды енді ажарым. Абай атамыз қазақ халқының ұлы тұлғасы, ұлы ақыны. Абай атамен мақтана, өлеңін естіп шаттығынан, ішкенде сізде болуға уақыт жазып тобынам. Абай аты өшпесте мәңгі жұмбақ, біз үшін ұлы ақын биік тұлмақ. Өсиетінде әрқашан алты асқа боласан өтеді мәңгі жоллап. Қазақтың жүрегіне жақын болған, ешбір адам теңкермес ақын болған. Дарасыз, данасыз әрқашанда орны бөлек ерекше аты қорған. Абай атам өнерге шақырады, туған жері Шыңғысты атырабы. Келешекте оқысын деп алдыған, артына көп өсиет қалдырған. Қара сөз, қара өлең өрістеген, әр сөзінен таусылмас жемістерім. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп жырлаған у бар ма мен ішпеген. Ақындар көп аңсаған азат таңын, ойлаған оқырманың озат хәлін. Ал ұлы Абай атамыз ойлап кеткен 2 ғасыр бұрын-ақ қазақ қамын. Шабыт көзін ұқсатам шарайнаға, кілетіп алмау керек қалайда да. Осы үшін сізден жынмен сусындаймын, Абайда да қазақта Абайдыны. Жұрттым үшін жұлдыз болып жанна алсам, Абай сөзі жүрегіме жағар жам. Ал мен үшін арман бар ма дүниенің, кеттігіне кірпіш болып қалансам. Көгімізден нұрын төгіп азат күн, отанымыз кейін кешіп ғажап күн. Әр сөзінен ұғындырған ұлылық, ұлы Абайы жасай берсін қазақ